بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم الخميس 14 من ذي الحجة 1445 هجرية، الموافق ل 20 يونيو 2024 ميلادي. اثينا من مكة المكرمة إلى طاشكند في بيت السيد نور الدين خوجة للموسوي الحسين الشريف لتبيين أساس هذا الكتاب الذي ألفه في نسل السادة آل بيت رسول الله، سلالة شاه خوجة الحسيني الموسوي الحسيني الشريف. أساسه هذا الكتاب موجود في سمرقند، كتاب كبير جدا. هذه عدة صفحات منها يتكلم عن جده شاه خوجة وابنه نظر سيد وابنه بازار سيد. بازار سيد عنده ابنان، سيد مرزا خوجة وسيد زادة خوجة. سيد محمد خوجة، سيد محمد خوجة ولده عنده قفلان خوجة وآي خوجة وتويتا خوجة وأبلان خوجة وبلطة خوجة. أبلان خوجة ولده قدر خوجة. قدر خوجة عنده 4 أولاد وبنت، أحمد وعبد الرحيم ومحمد رحيم وعلي محمد وخديجة. أما ابن بازار سيد ابنه سيد زادة خوجة أخو سيد محمد خوجة، فأبناؤه ما شاء الله تبارك الله سيد بيك تيمور خوجة وكنش خوجة وتشين تيمور خوجة وباب خوجة، وأيضا هنا شفان خوجة وقفان خوجة، والبقية بنات. أيضا هنا من قفان خوجة والبقية بنات. هؤلاء هم نسل شاه خوجة. أبناؤهم وأحفادهم كلهم مذكورين في هذا الكتاب. هذا يدلنا على أن اهتمام وسط آسيا بأنسابهم من قديم باللغة العربية، وبعد الاحتلال السوفيتي اهتموا أيضا بنسلهم وإثبات الأبناء والأحفاد في كتب لهم بلغتهم. أيضا في هذا الكتاب باللغة الكازاخستانية مذكور هنا سيد محمد خوجة وأخوه سيد زادة خوجة أبناء سيد بازار خوجة باللغة الكازاخستانية. هذا ما أحببت تبيينه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Құрметті ағайын туысқандар, құрметті сейіт әулеті, Орта Азияда жасаушы сейіт әулеттері, құрметті өзіміздің Сағожа ұрпақтары. Көпшілігіңізге мәлім, жақында қасиетті Мекке қаласынан келген доктор Шейх Абдуразақ өзіміздің тұрған жерімізге, Өзбекстан мемлекетіне, Ташкент қаласына, Ташкент облысы Төменгі Шылшық ауданы, Қорғаншы, Қожа ауыл және көптеген басқа ауылдарда болып кеттік. Көпшілікпен таныстық. Сол көпшіліктің шежіреде көрсетілген адамдардың бәрін көз көрістік. Шежіре бойынша дәлелдеме асастанып отырған құжаттарымызға тоқтап өтпекшіміз. Сол шежіре барысында 2 ауыз әңгіме айтып өтпекшіміз. Міне қазір Шейх Абдуразақ Әл-Шариф ағамыз араб әліппесінде, біздің қолымызда бар болған араб әліппесінде жазылған шежіремізді бізге оқып таныстырды. Біздің өзімізде мен осы Ташкент қаласында шығарған шежіре кітабымыз Кирилл әліппесінде көрсетілген, қазақ тілінде. Бұны шежіре кітабымызды асас қылып алғанымыз әкеміздің қол жазбасы менен мына жердегі ескі баяғы араб әліппесінде жазылған шежіре кітабы болып отыр. Бұл бізге асас. Осыған сүйене отырып, өзіміздің шежіре кітабымызды істеп шығып дүниеге алып келгенбіз. Көпшілікті таныстыру мақсатында осы жерде Сағожа бабамыз, Назар Сейд, Базар Сейд бабамыз туысында аттары көрсетіліп, есімдер көрсетіліп өтілген. Ағалы інілі Сейд Мұхаммед, Сейд Пембет
Әл Мұхаммед Сейітзада ағалы інілі туысында да қазір өздеріңіз естіңіздер. Мұхаммед Сейітпенбет бабамыздың 5 ұлы бар деп айтып өтті. Яғни Айна қожа, Балта қожа, Түйте қожа, Абдал қожа, Қабдал қожа. Енді Абдал қожаны жаңалдегі Аблан қожа деп отыр, біздерде Абдал қожа деп жүрітіледі. Әне осы Абдал қожадан мен өзім шежірем тарайды. Абдал қожаның баласы Қадыр қожаны айтып өтті. Мына жерде бабамыз отыр, Қадыр қожа. Оның Абдурахим бабамызды айтып өтті. Ода алдын бабамыз мен Әлімбет, бұл кісінің де нелері тұр. Қадыр қожа деген кісіні айтып өтті. Аплан қожа деп Абдал қожаны айтып, Айна қожа, Балта қожа, Түйте қожа деген кісілерді айтып өтті. Бұл кісіден 5 перзент бар екендігі мына араб әліппесінде жазылған ескі шежіре кітапта бар. Соған асастан отырып, мына жерге біз өзіміздің шежіремізді алып түстік. Кейінгі мәселе, Сейітпенбеттен 5 ұл болатын болса, Сейітзададан 6 ұл көрсетілген. Әне сол 6 ұлдың қазір есімдерін сіздер естіңіздер. Соның арасындағы мен Қапан қожа деген айтып өтті. Қапан қожа деген кісі, бұл кісілер қазір мына Ташполат екен, Абдықайым екелер бар, жаңа Салдаски қаласында, Қорғаншы ауылында, одан кейін Көшен қожа, Күнеш қожа, Жапан қожа, Шынтемір қожаны айтып өтті. Күнеш қожадан Бөрі қожаны айтып өтті. Міне тұрыпты Бері қожа. Мама Шарифті айтып өтті. Міне ол кісі Мама Шарифті Юсуп қожа, Ахмет қожа деп өтті. Міне олардың аттары тұрыпты. Осы кісілердің кеше Қорғаншыда Тұрсын қожа, Тұрлан екенің балалары Зайыр, Өткер, Әлішер дегендерді көрдіңіздер. Ал Ахмет қожадан Зикрия, оның балалары кешегіде Қорғаншыда да Толқын деген баланы көрдіңіздер. Әбдімәжид ағамызды көрдіңіздер. Әбдімәлик ағамызды көрдіңіздер. Осыған асастанып отырып, Шынтемір қожа 6-шы ұлы Шынтемір ғой. Шынтемірден 2 ұл болады. 2 ұлдың ұрпақтарыны әрқайсысыны өз жолыменен көрсетіп өткенбіз. Бектемір деген кісінің де атын естіңіздер. Міне ол кісі Бектемір. Ол Бектемірдің ұрпақтарын көрсетіп отырғанбыз. Әне осылай біздің шежіреміз осы ескі араб жазуына асастана келіп шыққан. Сейітпенбет Сейітзада турысында Қазақстан мемлекетінде шыққан бір кітап бар. Сол кітапта Сейіт Мұхаммед осы бабамыз турысында Әли Мұхаммед Сейітзада деп халық арасында жүрген 2 ағалы інілі турысында өте керемет күшті әңгіме жүргізіледі. Бұл да осы тарихқа, яғни шежіреге асастанып келе жатыр. Осыған сәйкес, яғни Назар Сейіт, Базар Сейіт, Сәйіт Азим, олардың балалары Сейіт Мұхаммед, Әл Мұхаммед Сейітзада. Айтпақшы қысқа болған әңгімеміз осы. Біз араб әліппесі де баяғыда ата-бабаларымызға дейін жазылған шежіре ескі кітап бар. Соған сүйене отырып, біз қазіргі өмірге, заманға сәйкес кітабымызды шығарғанбыз. Ал жоғарысына келетін болсақ, Сәйіт Мұртазахан Сағожадан бұлай жоғары қарай Сәйіт Ибрахим, имам Али Ризоның інісі Сәйіт Ибрахим Ризо, оның әкесі имам Мұса Әл-Казим, Джафар Ас-Садық имам Мұхаммед Бакир, Зайнал Абуддин, имам Хусейн алейхиссалам, имам Хазрет Али ибн Абу Талиб алейхиссалам, және Фатима Аз-Захра анамыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарымыздың қызы ұрпақтарына талқаға таралған сейіт әулет есептерінен. Баршаңызға Алла разы болсын. Қысқаша айтып өтпекші болған әңгімеміз осы. Үлкен рахмет.